Бүгін Наурыз мерекесі ғой балалар, солай ма? Иә, Наурыз мерекесі бүгін күн мен түннің теңескен күні, иә? Жарайсыңдар. Ал балалар, мен сендерге бүгін жыл басына таласқан жануарлар туралы ертегі айтып бергім келіп отыр. Тыңдайсыңдар ма? Иә. Жылан дегеннен? Жылан деген биыл жылан жылы ғой. Сол жыланды әр жылдың өзінің жануарынан аталады екен. Соның бірі жылан жылы. Түсіндің ғой, иә жаным? Бүгін сендерге жыл басына таласқан жануарлар туралы ертегі айтып беремін. Соның ішінде әр жануар. Ал балалар, сендер өте тамаша ертегі айтып берейін, иә? Құлақтарыңызды тыңдаңыз. Ерте заманда жануарлар жиналып жыл басына таласыпты. Соның бірі ат сөйлей бастайды. Ат бүйтіп айтады: егер мен болмасам, адамдар алыс жерді жақындата алмайды. Менің сүтімді пайдаланады, қылымнан арқанмен жіп еседі. Мен жыл басына лайықтымын дейді. Одан кейін сиыр сөйлей бастайды: жоқ, мен жыл басына лайықтымын, өйткені менің сүтімді ішеді, және де мен шақырған кезде адамдар ал кеш болғанда жатуға уақыт болды деп шақырамын. Одан кейін ит сөйлей бастайды: жоқ, егер мен болмасам, сендерді ұрлап кетеді, болмаса қасқырлар жеп қояды. Мен лайықтымын деп ит сөйлейді. Соның бәрін естіп отқан тышқан не істейді? Не істерін білмей, не айтарын білмей, бір қулықты ойлайды. Онда дейді, біз бәріміз жыл басын қарсы алайық. Жыл басы келгенде кім бірінші көреді, сол жыл басына лайықты дейді. Сөйтіп жануарлардың бәрі жыл басын күте бастайды екен, балалар. Сөйтіп күтіп тұрған кезде түйе өзінің бойына сеніп, мен бірінші көрем деп, мен бірінші жыл басы болам деп ойлап отырады. Соның ішінде тышқан қулығын жасап, түйенің үстіне мініп, өркешке мініп отырады. Сөйтіп күн көрінген кезде жыл басын мен көр деп айқайлап жібереді. Сөйтіп жыл басы тышқан болып шығады. Ал түйе жыл басына ие боламай қалады. Өйткені ол бойына сеніп қалады, бірақ көрмейді. Сөйтіп құр қалады жыл басына. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма?